Марс жыл бойы әдеттегідей алыс жұлдыздарға қатысты шығысқа қарай жылжумен болды. Бірақ қазанның соңында Марс осы көрінетін қозғалысын тоқтатып, бағытын өзгерткен сияқтанады. Алдағы 3 айда, қарашадан қаңтардың соңына дейін, Марс енді батысқа қарай жылжиды. Сосын, қаңтардың аяғында ол бағытын тағы өзгертіп, шығысқа қарай сапарын жалғастырады. Марстың кері шегіне немесе ретроград қозғалысы деген осы. Шамамен 2 жыл сайын қайталанатын құбылыс алғашқы жұлдызшыларды жаңылдыратын. Марс бағытының өзгергендей көрінуі біздің ғаламшардың қызыл планета тұсынан өтуі туғызған иллюзия. Қараңыздар, Жер мен Марс жарыс жолындағы көліктерше күнді шеңбер бойымен айналуда. Және Жер ішкі жылдамырақ жолақта. Біз шамамен әр 26 айда баяуырақ айналатын Марсты басып озамыз. Марстан озған кезде орбитамыздың бұрылысынан өтіп кеткенше оның кері шегіне қозғалғанын көреміз. Марс бұрынғыша өз орбитасымен алға жүріп келе жатса да бағытын өзгерткен тәрізденеді. Сондықтан алдағы айларда Марсқа назар аударыңыз, өйткені ол кері жылжығандай көрінеді. Оның Бетельгейзе, Альдебаран және Үркерге қатысты орнының бірнеше аптадағы өзгерісіне зер салсаңыз, ертедегі астрономдарды қатты таңғалдырған нәрсеге куә боласыз. Бірақ бұл бір планетаның екіншісінің жанынан өтуі ғана.